Баршаңызға сәлем. Достар, бүгін мен аула гүлі, бархатцы, петуниялардың түрлерін мен осылай букет етіп отырғыздым. Осына горшоктарға, мына 3 горшокқа отырғызған болатынмын. Мына горшокқа мен петуния отырғызбадым. Мына екі горшокқа алдында да менде осы горшоктарға отырғызылған видео бар еді. Соны көрсеңіздер болады. Бұл петуния гүлдерінің күтімін айтатын болсақ, ешқандай да күтімді талап ете бермейтін гүлдердің бірі. Мен неге мына горшокта негізі обрезка жасау керек. Бірақ мен бұл горшокқа обрезка жасамадым. Себебі бұл петуния мындай басқа да гүлдермен осылай букет етіп отырғызғым келіп, мен обрезка жасамадым да. Ал егер де бар ғой, мына сіздер барлық жаңа горшоктың барлығын петуния шар болып гүлдеп, полностью на горшоктың бетін доп-домалақ етіп гүлдеп әдемі көрінсін десеңіздер, онда мына гүлдерінің барлығын кесіп алып тастау керексіздер. Егер сол жасыл массасының барлығы жауып гүлдейтін болса, онда шар болып, шапка болып гүлдейтін болады. Мен бұған ондай істегім келіп тұрған жоқ бұл горшокқа. Себебі бұның қасында басқа да гүлдер бар. Қараңыздаршы, мына көрінісінің өзі, осылай көрініп тұрғаның өзі ұнап тұрмаған. Егер бұны гүлдерін петунияның кесетін болсам, пикировка жасайтын болсам, онда мына гүлдер көрінбей қалады, себебі барлығын жауып кетеді. Сол себепті ол сары гүлдерім де көрінсін деп, бұл жерге мен петунияның 2 сортын, мына ағын және мына сортын, фиолетовый мен шеті ағын, одан кейін сары гүлді, одан кейін мына бархатцы гүлін осылай қосып отырғызғанмын. Мына 2 горшок маған қатты ұнады. Осы екеуі әдемі көрініс беріп тұр. Ал мына горшок петуния қосып отырғызбағанмын. Осыған негізі петуния қосуым керек. Петуния қоссаң, өте әдемі көрінеді екен. Ал енді қалай гүлдерін кесеміз? Жасыл массасын көп қылып өсіру үшін соны көрсетейін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Достар, мына 2 клумбада да мен петуния, бархатцы гүлдерін қосып отырғызғанмын. Мына қараңыздар. Тек 2 ғана гүл ашып, гүлі аз болып тұр. Мен осыны гүлдерін обрезка жасағым келіп отыр. Зеленый массасын, жасыл жапырақтарын көбейтіп өсіп, көбейтіп көріну үшін. Ендігі кезекте мына гүл өсіп тұрған жерін осылай кесіп алып тастай бересіздер. Гүлді аяудың қажеті жоқ. Мынандай жасыл бұтақтарын барлығын өсіріп, мына жерде көбейгенде бұл өте көп жаңағыдай гүл беретін болады. Мына енді ашып жатқан гүлінде мен кесіп тастадым. Мына гүлдейін деп жатқан мына жағын да мен қазір кесіп тастаймын. Мұны осылай кесіп тастадым. Енді бұл жасыл бұтақтарын көбейткенде өте әдемі гүл беретін болады. Мына жерде қараңыздаршы, мына ашылмаған әлі гүлдері, енді ашылып келіп жатқан. Мына жерде түйіндеп келіп жатқан гүл бар. Өте жаңағыдай аяйсың қырқуға, бірақ қырқуға тура келеді. Мына достар, гүлдерін, әдемі өсіп тұрған гүлдерді осылай қырқып тастадым. Енді бұл жақсы әдемі болып гүлдерін шығарып өсіретін болады. Мына
кішкентай ғана тұрған мына бұтақтар өсіп, көп өскіндер беріп, осылар гүлдейтін болады. Маған сәл қысқаратық етіп кесуге де болады. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және менің каналыма өтіп, басқа да видеоларды көрулеріңізге болады. Негізі менің каналым бөлме гүлдері туралы канал. Аула гүлін де көрсетіп қойғым келді. Рахмет, сау болыңыздар.